Саламатсыздар ма? Hello, good day to everyone. We are going to Colorado School of Mines to help out with the International Students Festival. Біз бүгін осы Колорадоның үлкен жоғары оқу орны мекемесіне барғалы жатырмыз. Міне осы жерде Colorado School of Mines, нефтянка деген. In 2 miles, keep left onto US 6 West towards State Highway 93. Okay. Нефтянка деген мұнай, инженерия жоғары оқу орны бар екен. Осы жерде бізде 20 шақты Қазақстанның болашағын инженерлері, болашақта инженер болатын студенттерді қолдаймыз. Өйткені олар бүгін международный студенческий фестивальді жасайды. Соған барып Stay in the left 2 lanes. Рахмет. Қолқа болып палау жасап береміз. Не дейді? Ет жасаймыз. Оның алдында, осы фестивальдің алдында біз бәріміз жабылып шай ішеміз. Содан енді бірен саран не жасаймын, видео жасаймын. Енді мен осы жерде міне Қазақстанға ұқсайтын жерде келе жатқандықтан сізге бір кішкене видео түсірейін деп едім. Қой бер. Я просто делаю видео. Я тоже сделаю видео. Молодец. Видео болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ничего страшного. Қайтып кетті ғой. Так, кетті ма? Ничего страшного. Міне бізде етіміз бар. Бүгін бауырсы не болады? Ет болады қазақша. И палау болады. We're making some plov. And we're making some beshbarmak. We are at the Colorado School of Mines clubhouse. And we're gonna have a big party here. Бүгін интернешнл фестивальді тойлаймыз. Ет қайнап жатыр. So this is beshbarmak. So we were making it for about 2 hours. So it has been about 2 hours that we actually prepared it in this huge dish. And we also have an amazing zirvak. And I think I said in my previous video that you prepare a huge zirvak. There we go. And that's meat, carrots, and some spices. Then we have Isabella. We have Aydana, Malika, and Gauhar. All helpers of making Kazakh food. Here for the international party we have right here. I am making the rice separately. And Gauhar, bless your heart, made amazing, what do you call it, the pasta. So that's going to be rolled into a Kazakh flat pasta that we're going to add into beshbarmak. So I'm going to show it step by step, just bear with me, right there. Енді қазақша кетейік, өйткені біздің бұл видеомыз қазақша ағылшынша, қазақ болғандықтан мына бәріміз басымызды қостық. Гаухар бізде алматылық, Айдана бізде алматылық, оралдық десем кім ғой, Нұрсұлтан. Иә, Малика бізде ақтөбелік. Саламатсыз ба, қалай? Көмек бар, жақсы, қалайсыз? Жақсыз ба? Изабелла деген қыз бар, атыңыз кім болады? Алма. Ой, қуаныштымын. Мынау сіздің қызыңыз ба? Иә. Алма деген, ой, жандарым. Мына қазақтар келіп жатыр. Мына жақта дастархан жаямыз, балалар бар екен. Кішкентайлар. Мен Нұрсұлтан, бәріңізге сәлем. Қазақстанға жүреміз. YouTube-қа шығарамыз. Егер бетімізді көрсетпеңіз десеңіз, мен онда көрсетпеймін. Болмай ма? Бола бере ма? Жарайды онда. Бетіп көресіңдер. Иә, бұл бізде актовый зал емес. Клабхаус дейді бұл жерде. Осылай балалар, студенттер өзінің мысалы 1-ден 5-ке дейін уақытын салады да, осы жерге келіп тамақтарын жасайды. Мына жерде балалар ойнап тұр. Қай қаладан келіңдер? Қай қаладан? Айтшы, өзге атың кім? Әди, Мақсат. Мақсат, Атыраудан сәлем. Атыраудан сәлем. Орал. Айбек, Алматы. Алматы менің жерлесім. Міне бәріміз жерлес болып отырмыз. Бүгін ет жейміз, палау жейміз, сізге көрсетеміз. Сағынып
иә тамақ ет жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіреді, иә? Сорпа бетке. Дұрыс, Рамазан деген бала бар, міне. Жақсы балалар. Ал біз енді кеттік. Ішке қарай кіреміз да, қамырын жасаймыз. Мына қыздар уже тұздықты жасай бере жатыр. Ақсұңқар деген қызымыз бар. Сәлем Ақсұңқар. Бізде орын болмағандықтан біз өйсті, ристі, күрішті отдельно салдық. Қазір үстіне зирватты саламыз. Все, келдің ба, мынаны қазір алып тастаймын. Тағы екінші табаққа салайықшы. Екінші табақ, бірақ ол табақ неге етке? Мен ойлаймын, давай онда бүйтеміз. Ана нені, фруктыларды мына жаққа салып қояйық. Аха, осы жаққа. И онда мына екінші табаққа палау саламыз. Сөйтейік. Мына қыздар нетіп жатыр, қамырын жайып жатыр. Мына еттің қамырын, Малика күшті не киіп алған әдемі қазақи қамзол, қолында күміс білезігі бар, күшті мені Айдана деген қыз, мейлі керемет әдемі қыздар. This is how you make pasta for Kazakh beshbarmak. And I'm going to explain more about this. This is a staple dish of Kazakhstan, and we really enjoy making, not making, actually eating. Beshbarmak, not so much making. So we're going to have some, we're going to add some greens, and we're going to add some onions into... Знаешь еще что? Ана үстіне құя бер мына несін. Я налила. Налила, да? Перемешай. Міне балалар етті турап жатыр. Қазақшалап, біз енді соқтап тура береміз. Мүшеге қарамаймыз, потому что американдықтарымыз уже нету времени. Уже мынандай урылып. Мына не бар, биф бар дейді. И сырной еті, и екі жамбас. Қойның екі несі еді қазір. Балалар дұрыстап жейді. Жартысын өз жерде жейміз, жартысын фестивальға апарады балалар. Бізде орын болмағандықтан біз ана күрішті рисоваркаға салдық, енді солай бола береді. Екі жерден плов, бір жерден ет. Мынандай астарға салдық. This is called astar, and this is from Kazakhstan. This is a dish that we actually, I brought this from northern Kazakhstan. And these dishes normally are typical of Kazakh culture back in the day when we were the nomads. And we have some fried breads. We have two types of plov, one big cake and meat. And the guys normally are the guys who are actually handling the meat. And we have today Adi, who's handling the meat. Nursultan, Maqsad, Жанибек. Нади бүгін бізде ойнайды, домбырамен концерт салады. Малика екеуі қазір репетициясын жасап жатыр. Енді мен кухняға барайын да, қазір қыздар келді. Сәлем, Айгерімсіз, е? Мен Динара. Айгерім қазір келеді. Айгерім, атыңыз кім? Динара. Елданамын. Перец? Жоқ. Перец жоқ. Мына қыздар қамыр нелеп жатыр. Все, картошкасын алдық. Бұрыш жоқ па? Бұрыш жоқ. Енді тағы екінші жамбас бар. Жамбасты Мақсат тұрап жатыр. Бір жамбас, мұның бәрі әп-әдемі. Ет дұрыстап, 2,5 сағаттай пісірілген ет. Әлі бар ма, қаны бар ма ішінде? Ары қарай жоқ па? Көрсетші маған. Немножко нужно поддержать. Он трактор, нужно поддержать сейчас.
alamыз, астарға саламыз. Üstüne тұздықты құямыз. Тұздық мені бопты. Қыздар келді. Қыздар. Келіндер кім? Ждем вас. Руслан мені? Айта беріңіз. Бүгін нешінші осы Алла беріп, маған бата беріп өсіп етті. Менің бүгін ұлымның туған күні 5-ші сонымен амин десеңіз бізге бата берейік сізге. Деніміз сау, басымыз аман болсын. Жүректе иман, әлемде әділетті заман болсын. Тәңір берген несібе еш уақытта кетпесін. Бізге қастық ойлаған мұратына жетпесін. Ауыр сырқаудан аман болып, басымызға таймас бақ қонсын. Осы берген батамның бәрі сөзінің нәрі Алланың құлағына шалынып, періштелер әумин десін. Бата бойымызға дарып, Алла ісімізге берекесін берсін. Аллаху акбар, әумин. Ой, жақсы, енді ет келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мені бүйтіп. Біз бұны қаншама мен көбігін алып тастасам да, что-то немножко асығып жатырмыз, дұрыс айтасыз. Тұздығы бар, еті бар қазір. Бүйтіп урылып жатыр. Көрдіңіз ба? Қандай деген қазақтың етіне не жетсін? Жарықтық қой, жарықтық. Тағы да біреуін салам қазір. This is Kazakh pasta. Қыздар жақсы еледіңдер, жақсы жайдыңдар нанды, керемет. Бақытты болыңдар, балалы болыңдар қыздар. Біздің берекемізді сендерге жұғысты болсын. Амин, амин, алтындарым сол. Бисмилля. Жаным, сен білесің ба? Елдан апай деген біздің Дария апаның группасы болушы. Дұрыс, анарамен, иә. Анарамен болды, осы жетеді. Енді екінші нені бере салыңыз. Қыздар, ананың үстіне нете беріңіздер. Кім? Нұрсұлтан. Ет мына жақта ғой. Нетпе. We are pulling the pasta and bringing it over to tabak. And tabak is the name of the Kazakh flat. I wouldn't call it, well, it's a dish. It's a dish holder, if you will. Actually, it's made in Italy. That's the one that I got in Target many years ago. I think that's something in common we have with the Italians, that they make pasta, we make pasta. There you go. Look at this pasta, all made from scratch by this beautiful ladies. And you can make take a video of Meruert next to me. And also, Meruert was the one who made it super thin. Amazing. Қыздар, ана табаққа етті сала беріңдер. Етті тұздықты сала беріңдер. Еще екінші табаққа, чтобы ет хватил на ананың. Екі табаққа. Да. Тяжело уже, да. Окей, cut. Кто-нибудь? Балалар, бір табаққа айбекеші мұнда. Бір табақты ал. Орамалмен ал, ыстық асты. Күй бар ма? Күй бар ма? Бір күйді. Нет.
Yetti жейін. Ал жейміз онда етті. Күшті. Ал бұл. Ой, деген ай, керемет. Керемет. Жеңді тамақ істеді. Я думаю, пополам, да? Пополам. This beshbarmak will go into the international party sale. So the guys are going to the international festival where they're gonna sell this $1 per ticket, and the people from multiple countries such as China, I don't know, I mean all over the world who goes to Colorado School of Mines will buy their food, and this is going to be это не чистое. Это у меня муж американец. Остались рожки до ножки от нашего бешбармака. Nothing's left. This is all that has been eaten. Some rice left. And we're gonna go to the festival. Зашли. I think this is where they get the tickets to eat the food. А как ты? Айда, ты как-то узнала, жаным су. Мана при пати не пришла. Қазір біз не жеп алдық қой, бешбармақ пен палау. 20 шақты. 30 шақты. Кім саған нетті? Кім саған хабарын берді? Сәуле, кім хабарын берді? Осы нені ма? Иә. Чатта Маған звондамадың ба? Біз 3-тен 5-ке дейін қазір бір күшті палау, тамақ жеп алдық. Көрдің ба? Подружкам. Блин, соны
не попала. И жандарм сен аты кім? Ben de Kazaklar Atsan Akbisram yani Mujni видел, да? Да. А мен маған звондамағаннан соң я такая думаю, ну ладно, мен айтпай ақ қояйын, такая думаю, наверное, никто не хочет приходить. Үштен беске дейін біз қазір ет жеп алдық қой. Больше всего надеюсь, что Изабелла мне понравится. Да, Изабелла қазір уже оқуға келеді. Айтпа. Ой, жаным. Міне келдік, пришли. International party. Оказывается, жарко, зря я делаю. Да можешь куртку там оставить, вот казахи наши. Молодцы. Міне біздің Қазақстан сілемді. Молодцы. Міне біздің қазақтарымыз, молодцы. Went back and visited. Клуб разошелся, бешбармак разошелся. Торт. Міне. Бауырсақ. Чай. Заварка. Бар ма? Yeah, we can. We just have to leave soon because everything closed. We're showing Kazakhstan. Aral. Короче, будет тест по материалу. I'd appreciate it. I can't even see it. Ping pong is hard. No. The ping pong person starting gets all the points. Oh, I can't see. Hard. You're good at it. I don't know. Student organizations and students representing the global culture. And I would like to say sorry before I start if we butcher any pronunciations while making the announcement. Now, let's get started. Welcome, and our first performers tonight are Permez Golden, the Indonesian Student Association. Thank you.
sound of flute is collaboration between gamelan, traditional instrument, angklung is bamboo instrument, and piano. So enjoy. We'd like to perform three Kazakh national composition. It calls Ki. Ki is a Kazakh national composition which plays with kobus or dombra. This is dombra, as you can see. Dombra has long, thin neck and whistling shape. And also, dombra is a beautiful language that tells any story. It's an adventure to Kazakh steppe. It's a galloping of the horses. It's a celebration of friendship. Thank you and enjoy.
It's okay. I'd like to say thank you to Colorado School of Mines to invite us out and to share. This evening we're representing ACES, American Indian Science Engineering Society, and they got a chapter here at the School of Mines. And this evening we're going to share a little bit of our culture. And the tribes represented this evening, we have the Arikara, the Hidatsa, the Navajos, the Assiniboines, the Blackfeet, the Cree. So a bunch of tribes, and that's how Denver is. There's probably about 60 Native Americans that live in the Denver metro area. But with this, we're going to share 2 styles with you this evening. We got my daughter Shaylee and her daughter Tori, or Victoria. Shaylee will be dancing in a style that we call our women's traditional. It's a more a slower and honorable dance that represents the love of mom and grandma. In our societies, our moms and grandmas are the ones that take care of everything, keep everything going. And Victoria, she's going to
dancers. So, and then, and she's dancing the jingle dress style. To the far left hand, I had to hold up my rights and lefts there, but on the far left hand is my daughter Nellie. She's going to do a style of dance that we call our women's fancy shawl. And it is the story of a butterfly. As you know, a caterpillar starts out and spins that cocoon and then it breaks into that new energy. That's what that dance represents, is that new energy. And then in the middle here, we got Michaela Cookie Sherman, and she is the president of ACES. She is a senior here at Colorado School of Mines, studying computer science engineering. And so with that, you know, we're here, that's why we're here tonight to represent ACES as the ACES got many chapters all over at many different universities, different high schools, and so we actually got a chapter here at the Colorado School of Mines. So with that, she's going to do a style of dance that we call our men's fancy, and it's a dance that is a test and strength of the endurance of our warriors. And the reason why Michaela dances this style of dance, a man's style of dance, is to pay honor to our women warriors. And in today's world, you know, we all are men and female are in the armed services. But with that,